Арқаның ақиық ақыны Ақан сері Қорамсаұлы. Ол ән мен сұлулықтың, еркін рухтың символы. Кең даланы әнімен тербеткен серінің жан серігі құлагер еді. Құлагер жай тұлпар емес, ол ақынның арманы, еркіндіктің қанаты, даланың дауылы. Ақан сері құлагердің жалын сипағанда екі жүрек бірдей соғатын. Бірі адам, бірі тұлпар, бірақ рухы бір. Құлагер жай жүйрік емес, ол текті, қанды, мінезді тұлпар. Мың аттың ішінен дара танылатын, жаратылысы бөлек, рухы биік жануар. Шабысқа түскенде оның тұяғы жерде емес, уақытты соққандай. Дүбірі найзағайдың үні, шаңы дауылдың ізі. Оқиғаның негізгі Ерейментаудың етегінде тігілген ақ шаңқай киіз үйлер. Бұл Сағынайдың асы. Жырда суреттелгендей, бұл асқа бүкіл қазақ даласынан мыңнан аса сәйгүлік жиналған үлкен бәйге еді. Аттар оқтай атылды. Маңдайында ақ қасқасы жарқыраған құлагер шаңды жарып, желмен жарысып барады. Құлагердің жүйріктігі Батыраш пен кейбір топтардың іштарлығын оятты. Бәйгенің шешуші сәтінде құлагер дара озып келе жатқанда қастандық жасалды. Маңдайына айбалта тиіп, мерт болған тұлпардың өлімі бүкіл өнер адамдарының қасіретіне айналды. Ильяс Жансүгіров бұл поэмасы арқылы 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамының шындығын, өнерпаздың тағдырын шебер бейнеледі. Ақан сері мен құлагердің трагедиясы нағыз өнер мен пәктіктің арамдыққа қарсы тұра алмай құрбан болуының символы. Ақынның бір тұлпарға деген қайғы емес, әділет жолындағы күрестің, адамдық ар-намыстың мәңгілік екендігін білдіретін терең философиялық толғаныс. Бұл поэма бүгінгі күнге дейін өз маңызын жоғалтпай, оқырманды әділдікке, адалдыққа, адамгершілікке тәрбиелейді.